Біз өзімізге қажетті пәтерді армандаймыз, бірақ ол қандай үй екенін нақты білеміз бе? Көбіміз шын мәнінде қалауымызды нақты суреттей алмаймыз, сондықтан дәл қазір жаттығайық. Сонымен ең алдымен мақсатыңызды анықтаңыз. Үйдің қандай болуын қалайсыз? Бұл жергілікті үй ме, әлде табиғатқа жақын ауылда орналасқан ба? Қалауыңызға қарай нақты шешім алыңыз. Толығырақ елестетіңіз. Үйдің пішіні, этажы, бөлмелер саны. Әр бөлменің ішкі көрінісі қандай болатынын ойша көріңіз. Күн сәулесі түседі ме, жылы ма, жайлы ма? Қабырғаларының түсін, жиһаздары, бөлмелердің орналасуын, терезелерден қандай көріністер көретініңізге дейін елестетіңіз. Мүмкін мешіттің көрінісін көрініп тұрған болар, немесе тау өзенінің көрінісі. Көршілеріңіз қандай? Мектеп, базар, сауда үйлері алыс па, жақын ба? Бәрін жазамыз. Дәл қазір комментарийге бірге елестетіп жазайық. Мен сіздерден күтемін. Тағы бір ескеретін жағдай, армандағанда эмоцияңызды қосыңыз. Бұл үйде өзіңізді қалай сезінгіңіз келеді? Үйде болу сізге тыныштық пен қуаныш әкелетінді елестетіңіз. Жылы, жайлы сезімдерге толы болуын қадағалаңыз. Бірнеше рет қайталау. Күн сайын осы үй туралы ойлап визуализация жасаңыз. Бұндай қайталау арқылы мақсатқа деген сенімділікті арттырып, сол үйді нақты өмірге енгізу ықтималдылығыңызды күшейтіңіз. Ең бастысы бұл процесте сенімділік пен жақсы көңіл-күй болу қажет. Сіздермен болған мен Айзада Таңатарова. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мен сіздерден күтемін.